Сәлеметсіздер ме? Мен Сапар Рақат Ұланұлы. Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мәрғабдуллин атындағы номер 52-ші жалпы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Менің ғылыми жобам көбейту мен қосудың оңай әдіс тәсілдері. Менің ғылыми жетекшім Еңсегенов Қайрат ағай. Менің ғылыми жобадағы мақсатым бұл жоба аты айтып тұрғандай есептеуді адамзат баласына барынша жеңіл болуы үшін тез есептеудің біршама әдістері топтастырылған жұмыс. Жобада көрсетілген зерттеулер сөзсіз есептеу барысын жеңілдетеді және уақытты тиімді пайдалануға, сондай-ақ әр адамның логикалық ойлау дәрежесін арттырып, математикалық білімін шыңдай түседі. Қазір мен кез келген екі таңбалы санды беретін онлайн генератор арқылы жылдам көбейтуді тексеріп көремін. 2949 1421 4264 756 2046 150 4524 984 3559 837 6142 418 6364 1890 1593 793 5452. Қазір енді біз калькулятормен тексеріп көретін боламыз. Енді бұл жерде 1056 сан шығады. Тексеріп көрсек. Ары қарай. Бұл жерде 2976. Енді мен натурал сандарды қалай шапшаң көбейтуге болатынын айта кетейін. Мен мысалы квадрат санды алдым. 23. Бұл квадрат сан 2 еселенгенде, квадрат сан түзілгенде 529 шығады. 529 сан шығады. Мына 23 санынан бір сан кемейді. 22. Сол бір сан 24 болып барады. Сол кезде бізде азайтындысы бірге тең болады. Сонда бұл біз сонда неге көз жеткіземіз? Квадрат саннан бір сан азайғанда немесе көбейгенде, оның квадрат сандағы бір сан артық және бір сан кем болғанда, оның квадрат сандағы теңдігінен айырмасы 1 болып шығады. Тағы да дәлел келтіре кетсем. 21-дің квадраты 441-ге тең. Және 21-ден бір сан азайтамын. 20. Және 21-ге бір сан қосамын. 22. Сонда 440 болады. Бұдан айырмасы бір сан, 1 деген сан шығады. Тағы да үшінші рет жазайын. 34 саны. 34-дің квадраты 1156. 34-ге бір сан қосамын. Және бір сан азайтамын. Және бұлардың да айырмасы 1-ге тең болады. Бұл жердегі байқағаным, квадрат сандарды осылай көбейтсек бізге тиімдірек. Яғни бізді ұбт-да да және бұлайша есептеу, математикалық дәрежемізді көтеруге болады осылай. Ал енді екі таңбалы санды бір-біріне қалай жылдам көбейтуді түсіндіре кетейін. Мысалы,
3712 саны шығады. Бұны қалай көбейттім? Бірінші 50 санын 64-ке көбейтіп алдым. Және 8 санын 64-ке көбейтіп алдым. Бұл екеуін қосқанда 3712 саны шықты. Бұл жай ғана практика. Және басқа сан тағы. Екі мың елу тоғыз саны. Бірінші 20-ны 71-ге көбейтемін. 1420 саны шығады. 9-ды 71-ге көбейтемін. 639 саны шығады. Сол кезде мына екеуін қосқан кезінде 2059 саны шығады. Тағы бір мысал. 39-ға 78-ді көбейтсем. Бұл жерде жаңа енді. Мен 78 санын 39-ға бөлемінде 78-де 2 болып тұрады. 39-ға 39 санын, яғни квадрат санды көбейтемінде 1521 санын аламын. Және мына 2-ні мына жерге түсіріп 3042 деген сан аламын. Және мына жерге де дәл сол теңдік барып түсе қалады. Көбейту бұл. Ал енді тағы бір әдіс. Мен мысалы 3-ке бөлінетін 2 таңдал санды алдым. 2 санды алдым. Бұларды қазірше қоя тұрам. 57 3-ке бөлгенде 19 санын шығарып аламын. 42-ні 3-ке бөліп 14 санын шығарамын. 266 сан шықты. Мына 2 бөліміндегі 3-ті мына жерге апарып қоямын. Сонда 2394 санын аламын. Дәл 57-ге 42-ні көбейтсеңіз де сол мән шығады. Тағы біреуі 72-ге көбейтемін 39-ды. Бұл жерде 72-ні бөлсем 24 сан шығады. 19-ды бөлсем 13 сан шығады. Және бұл жерді көбейтсем 312 сан шығады. Дәл бағанағыдай 3-ке бөлдім. 9 сан қоям. 2808 сан шығады. Және тағы бір сан. Енді бұл жерде 3-ке емес, екеуі де 27-ге қысқартып алам. Сол кезде мына жерден 2, мына жерден 3 шығады. 6 болады. 27-нің квадраты 729. Мына жерге түсіремін. Сонда 4374 сан шығады. Мына жерде де дәл сондай 4374 сан шығады. Бұл жерде не айтқым келді? 3-ке бөлген, немесе 27-ге бөлген 2 таңдал сандарды 3-ке немесе 27-ге бөлінетін сандарды бұл жерде бізге көбейту оңайырақ. Бірінші есебіме тағы бір дәлел келтіре кетсем, 48 көбейтемін 36. Бұл жерде енді 3-ке емес, бұл жерде енді 12-ге қысқартып аламын. 12-ге қысқартып аламын. Сол кезде мына жерден 4, мына жердегі бөлімнен 3 шығады. Арасын көбейтемін, 12 сан шығады. 12-нің квадратын 12, көбейтілген квадраты 144 болады. Сонда 12-нің кубы 1728 саны болады. Бұл жобада көрсетілген зерттеулер сөзсіз есептеу барысын жеңілдетіп, адамдардың логикалық ой өрісін дамытып, жылдам көбейтуге зор септігін тигізеді. Нәтижесінде адамдар
уақытты тиімді пайдаланып, жылдам көбейтуге қол жеткізе алады. Әсіресе оқушыларға бұл әдіс өте тиімді және өте пайдалы. Бұл жобаны таратыңыздар, қолдау көрсетіңіздер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.